Дебаттық қозғалыс біздің Солтүстік Қазақстан өңірінің білім саласында белсенді жұмысын жасап жатыр. Бүгінгі күні 500-ден астам дебаттық клуб білім мекемелерінде жұмысын жасайды. Соның ішінде оқушылармен қатар мектеп мұғалімдері, мектеп директорлері де белсенді қатысады. Сондықтан бүгінгі облыстық кезеңге 50-ден астам мектеп директорлері қатысып отыр. Негізгі тақырып оқушылардың өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беру мәселесі. Бұл дебат алдағы келе жатқан 7 және 9 мамыр мерекелеріне арналады. Жалпы мектеп басшысының рөлі қоғамда ерекше деп атауға болады. Сондықтан белсенді әр тақырыпта дұрыс пікір сайыс жүргізу, дұрыс диалог құрастыру, қоғам алдында, ата-аналар алдында әр түрлі қоғамдық тақырыптарға сөз сөйлеу үшін үлкен бір тәжірибе керек. Сондықтан бүгінгі дебат турниріне қатысып жатқан директорлеріме үлкен сәттілік тілеймін. Суксенов Сергей Курумбаевич, директор Каратайской средней школы района Шалакына. Участвую в данных дебатах с участием директоров школ уже во второй раз. Очень полезный, приятный опыт. Я думаю, многие наши коллеги благодаря подобному опыту получают много хорошего, позитивного. Естественно, раскрываются, где-то скрытые таланты просыпаются. Много интересного мы узнаем здесь на дебатах, общаемся с своими коллегами из других районов. Хочется выразить огромную благодарность организаторам данного дебатного турнира за то, что обращают внимание на руководителей, дают им возможность вот так раскрыться, участвовать в подобных мероприятиях. Бүгінгі дебат әртүрлі мәселелер тереңірек түсінуге, дәлелді жинауға және де оларды бізге сыни тұрғыдан талдауға көмектеседі. Бұл мектептің дамуына қатысты шешімдер қабылдау кезінде өте маңызды болып табылады. Біз үшін, яғни директорлар үшін көшбасшылық қасиеттерін көрсетуімізге және де дамытуға мүмкіндік береді деп ойлаймын.